Сәлем баршаңызға, сіздермен бірге дәметкен бүгін мята шоколадын торты рецептісімен бөлісетін боламын. Сондай нәзік, мятный бисквит дәмі керемет болып шығады. Сізге ұнайды деп сенімдімін. Келесі видео рецепті ерекше таңғы асқа тез дайындалатын пицца на сковороде рецептісімен бөлісемін. Сондықтан да видео рецепті жіберіп алмас үшін менің арнама тіркеліп кетіңіздер. Блендер арқылы мятаны және қантты ұнтақтатып алып, күнбағыс май қосып, бір келкі масы болғанша дейін ұнтақтатып аламыз. Бисквитін дайындау үшін сарыуыз бен ақуызды бір-бірінен ажыратып алып, миксермен ақуызды шайқаймыз. Жайлап ақуыз ағара бастағанда қант қосып шайқайтын боламыз. Біртіндеп сарыуыз қосып, миксермен шайқайтынбыз. Содан соң құрғақ ингредиенттерді, яғни ұн мен қопсытқышты араластырып, електен өткізетін боламыз. Лопатканың көмегімен астынан үстіне қарай жақсылап араластырып, мята массасын қосып, тағы да араластырамыз. Мінекей бізде осындай масса болып шығуы керек. Енді массаны формаға екіге бөліп пісіріп алатын боламыз. Менің форманың диаметрі 16 см. 170-180 градуста артель пешінде 20-25 минут пісіретін боламын. Сізде встроенный духовка болса, онда 150 градуста 20-25 минут пісіріңіз. Бисквиттің дайын болғанын тіс тазалағышпен тексереміз. Бисквит дайын болғанша ганаш дайындайтын боламыз. Ол үшін клейге және сары майды микроволновка арқылы немесе газдың бетінде ерітеміз. Ысы күйінде үстіне 100 грамм шоколад қосып, ерітіп алып, ганашты бөлме температурасына дейін суыту керек. Біздің бисквиттеріміз дайын. Толығымен суыған соң фольганы алып, пышақтың көмегімен формадан шығарып алатын боламыз. Бисквитті екіге бөліп, 4 корж болып шығады. Крем дайындауын бастаймыз. Ол үшін біздің қолданатын клейгейіміз салқын болуы керек. Салқын клейгейді миксерлеп, содан соң творожный сыр, сахарный пудра салып, тағы да шайқайтын боламыз. Бізде осындай формасын ұстап тұрған крем болуы керек. Одноразовый мешокқа 2-3 ас қасық крем саламыз. Ол бізге бортик жасау үшін керек болады. Тортты үй ішімізге дайындағандықтан мен тортты тортницада жинадым. Бірінші коржға 2 ас қасық крем салып тегістейміз. Айналасына кремнен бортик істеп, суыған ганашты құямыз. Екінші және үшінші коржды бірінші корж сияқталып қайталап, кремін, ганашын жағып, ацетатная пленканы жабыстырып, кольцо кигізіп, бір күнге немесе бір түнге тоңазытқышқа қоямыз. Мінекей торт тоңазытқышта бір күн тұрды. Ацетатная пленкасын шешіп, крем декорын дайындайтын боламыз. Крем дайындауын бастаймыз. Ол үшін біздің қолданатын клейгейіміз салқын болуы керек. Салқын клейгейді миксерлеп, содан соң творожный сыр, сахарный пудра салып, тағы да шайқайтын боламыз. Бізде осындай формасын ұстап тұрған крем болуы керек. Кремді бетіне және жанына жағып тегістейтін боламыз. Біздің корждарымыз жасыл болғандықтан мен киви қолдандым. Декор ретінде сіздер, егерде жасыл краситель болса, сонында қолдануыңызға болады. Мінекей біздің әдемі тәтті тортымыз дайын. Міндетті түрде осы рецепт бойынша пісіріп көріңізге кеңес беремін. Видео рецепт ұнаған болса, достарыңызбен бөлісіп кетіңіздер. Және де менің арнама тіркеліп кетуге ұмытпаңыздар. Сіздермен бірге болған дәметкен.